Достарым аман болсын өмірдегі, кірбіңді де байқайтын көңілдегі, тай құлындай тепсіп бірге өскен, балалық шақ, жастық шақ кезімдегі. Досыңды ешқашанда жауға берме, сол үшін тұр басыңды дауға берде. Досы көпті жау алмас деген қазақ, доссыз болмас бірлігі болған елде. Жалғыз сырап бүгінде жүрген жоқпыз, қаным қазақ дегеннің бәрі доспыз. Ата баба жерінде жүрген көшпіз, доссыз жалғыз өмірден сірә боспыз. Қарамайтын ешқашан үлкен жасқа, бір көрмелеп шығатын тау мен тасқа. Бір үзім нан тоқашта бөліп жеген, шіркін қайран не жетсін ескі досқа. Сүрінгенде дем берген, ақыл берген, санаңа да жаныңа да жақын келген. Қиын қыстау кезеңде жаяу қалсаң, астындағы арғымаға атын берген. Дос қуанбай саған бақыт көрінбейді, нұр жауып күнден шуақ төгілмейді. Қазағымның достығы тұрған кезде, қанатыңда қабырғаңда сөгілмейді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Алдарыңызда өнер көрсеткен Бақ Жұлдыз медиа орталығының өнерпазы Мұқағали Рахымғазы. Арма көрермен, Мұқағали өнерің өрге жүрсін, өте керемет. Бір қуантарлығы, қаламызда осындай Бақ Жұлдыз медиа орталығында Мұқағали сияқты өте өнерпаздар көп тәрбиеленуде. Бұл орталық таланттар өте көп, олар тек сахнада ғана ән айтып қойып жатқан жоқ. Бұл кісілер қазір сапалы түрде сапалы медиа тәрбиелік мәні зор фильмдер түсіріп те жатыр. Олай болса, осы орталықтың тағы да қандай жаңалықтар бар екен, бүгінгі хабар барысында білейік. Ендеше ортамызға шақырып алайық. Құрметті көрермен, сіздердің алдарыңызда қазір Бақ Жұлдыз медиа орталығының басшысы, кино және жасөспірімдер продюсері Мұратәлі Оспанбай бастаған ұйым. Ал төрлетейік. Келіңіздер, былай тұрайық. Қонақтарымызды шақырайық. Әңгімемізді дастархан басында жайғастырайық, салғастырайық. Келіңіздер, меймандар төрлетіңіздер. Жайғастырыңыздар. Енді біз меймандарымызбен төрге жайғасып әңгімеміз өріп өткенше, жас әнші Берекет тамаша бір ән жолдап берсін. Жақсы, Берекет орта өзіңдікі. Lekere buldu
Керемет. Бұл әйгілі 16 қыз әнінің кавер нұсқасы. Әдемі орындап шықтың. Сондай ақ енді өздеріңізде орталық түсірген жаңа бір үйдің балаларымыз ба? Баласындай. Бір үйдің баласындаймыз көрген фильмнің саундтрекі де осы ән. Бұл әнді қандай мақсатта таңдадыңыздар? Жалпы айда отырыңыздар. Жалпы мынандай бір дүниелер болды. Бұғанға дейін біз енді бас аяғы бір сериал 3 толық метражды фильм түсірдік қой. Соның 3-ші жобасы осы бір үйдің баласындай фильм болды. Осы қазіргі кезде осы жетісу арнасында көрерменге жол тартып өзінің бағасын алып жатыр. Осы фильмде жалпы қазіргі жасөспірімдер арасында болып жатқан көптеген мәселелер бар ғой. Мынау ауызбіршілікке байланысты, татулыққа байланысты деген сияқты. Осы жерде ұлдар мен қыздар болып бір сыныптың ішіндегі балалар екіге бөлініп алып, бір кикілжіңге тап болып, сондай болып жатады да. Ең соңында мектеп ұжымының бұйрығымен балалар арасындағы, ұлдар мен қыздар арасындағы осы кикілжіңді шешуге арналған бір шығармашылық дода өткізу керек болады да. Сол жерде қыздар жаңағы әртүрлі, енді кино болғаннан кейін барьерлер бар ғой, осыларын өтіп келеді да. Қыздар жағы моды көрсетеді, киім үлгісін көрсетеді, сән үлгісін көрсетеді. Ұлдар жағы тығырыққа тірелген кезде жиналады да өздерінің әнші достарына хабарласады. Бірақ ұлдар өздерінің жаңағы клипте, кинода көрсетілгендей мына виа инструменттерін ойнайды да. Осы жерде бір солист керек болады да. Біздің Берекетті шақыртады ғой киноның линиясы бойынша. Ән орындап бер деп. Ал енді қандай ән орындаймыз деген кезде бір қатар ұсыныстар түсті. Режиссер жағынан, актер жағынан да балалар арасында бір балалар әндерін орындап көрсек қалай деген сияқты. Бұл жерде бұл енді жаңағы Сағи өзің айтпақшы атыдардай әйгілі әндердің бірі ғой. Қазақ тарихына жазылып қалған Дос Мұқасан тобының мен бір ойымда жүрген бір дүние болған. Осы әнді осы балаларға бір өзіне бір кавер қылып жазып, тағы бір түлетсе осы жасөспірімдер арасында деген дүние болған. Соның ең соңында бір қатар әндерді ортаға салып таңдау барысында жасадық. Жаңағы Берекетпен пробалар жасап көрдік. Киноның ең соңғы мына финалы дейміз ғой, ең соңғы шыңырау шегіне келген кезде жақсы бір керемет көңіл күй беретін, қыздар мен жігіттердің ортасындағы бір жаңағы өзінің әдемі бір әзілін жеткізе қоятын бір билеуге сондай бір мақсатта сондай кезде осында жаңағы 16 қыз ән таңдалды. 16 қыз ән. 16 қыз әнде бұл жас бала орындап тұр ғой, детский вариантында бе? Пиконай, миконай, сиконай, жиконай деп сөйтіп бір айтқызу керек еді да. Кавер болғаннан кейін өзгертуге болатын еді, бірақ жаңағы ешқандай әлгі бір 16 плюс деген сияқты дүниесі жоқ, бір еркін ән ғой өзі, бір сондай еркін. Осы орайда мынандай бір сұрақ туындайды ғой, енді бұл кино түсіруге идея қайдан келді, қайда түсірілді, қалай түсірілді деген секілді. Бұған белгілі бір тұрақты спонсорлары болды ма өзінің арнайы? Осы бір үйдің баласында. Мектеп ұжымы деп қалдыңыз ғой, бұл білім басқармасының тапсырысы ма деген сияқты? Жоқ, жалпы Бақжұлдыз медиа негізінде кинопродакшн ретінде өзінің жұмысын қазір бастап кетті ғой. Біз балалармен жұмыс жасап жатқаннан кейін менің өзім балалар фильмін түсірген өте бір қызықты болды. Осы фильм арасында енді бүгінгі балалар деп отырғанымен бұлардың барлығы өскелең ұрпақ емес пе? Балалардың арасындағы ауызбіршілікті дәріптейтін бір тәрбиелік мағынасы бар, бір айтар ойы тереңде жатқан бір дүниені жасау керек болды. Ал енді идеялар көп негізі. Бұғанға дейінгі Паниш Гейм деген жаңағы ойынды жаза деген фильм болды ғой, ол да Жетісуда көрсетіліп отыр. Бұл фильм осы Талдықорғанның төңірегінде түсірілді да, ол фильм. Анау орманды жерлерде, таулы жерлерде сондай бір қиын қыстау бір кезеңдерден өткізу сияқты сондай дүниелер болды. Ал енді бір үйдің баласындайды мектептің ішіндегі проблеманы бір көрсетіп жіберейік деген дүние болды да. Идеясы осы бір сыныптың ішіндегі ауызбіршілікті әдемі көрсету керек болды. Ал енді бұл фильм желтоқсан айында Панфилов ауданы Жаркент қаласында түсірілді. Сол жерден дайындалып, реттеліп, өңделіп, қаңтар ақпан айларында дайын болды. Сосын жаңағы Жетісу арнасына эфирге берді. Қазіргі кезде
жібек жолы арнасында алдыңғы уақытта көрерменге тағы жол тартпақшы. Иә. Енді сұрайықшы, жаңа идея жазылды деп жатыр ғой. Жақсы, қазір осы сұрақты қоямын. Бірінші алдымен таныстырып алайықшы, келген қонақтарды таныстыра өтіңіз, көрермен біле отырсын. Енді өзімен бірге келген қазір Айсұлу Қанатқызы деген міне. Бұл кісі бізде вокал бағыты бойынша жетекші. Жас өзі студент сияқты әлі. Өз күні кеше ғана қаламыздағы жаңағы белгілі өзіміздің бір жақсы колледждарымыз бар ғой, соның бірі Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжі бар, соның түлегі. Бітірдіңіз, иә, дәстүрлі ән бойынша қаламыздағы жақсы топтардың бір мүшесі. Қазір жаңағы әнді орындап жатқан мына Берекеттің жетекшісі Айсұлу деген міне қарындасымыз. Одан кейін өзімнің шәкірттерім, жанында отырған бұл Бақжұлдыздың ішіндегі бірқатар түсірілген фильм сериалдарының барлығында роль ойнап жүрген жас актриса, монолог оқушы, бірқатар жаңағы халықаралық республикалық байқаулардың жүлдегері Гүлсина Сабажанқызы деген қарындастарымыз өзіміздің. Одан кейін жаңағы Берекетіміз өзіміздің Берекет Мұханов. Бұл бала Паниш Геймде де біреудің баласындайда да жаңағы ойнады. Өзі әнге деген жақындығы да жоқ емес, даусының бір ерекшелігі де бар деген сияқты. Берекет деген ұлымыз. Одан кейін отырған Мұқағали, бұл бала актерлығымен өзінің бір ерекшелігі бар. Мұқағали осыған дейін бізде арнада болды ау деймін, түрі таныс ба? Иә, балалардың барлығы негізі біз Таңжарықтан өткен балалар ғой. Бұл енді Мұқағали мен Гүлсинаның бір жаңағы асын сызып айта кететін дүние. Осы биыл мына наурызда Таңжарықта 5 минут екеуі Таңжарықта жүргізді. Тізгінін ұстап, екеуі үлкен бір сондай сынақтан өтті. Өте бір жақсы бағасын алып жатыр ағаларынан. Осындай жалпы қазір кезде телеарна болсын, қандай да бір жобалар болсын, алдыңғы уақытта жеке бір дүниелер қайта жаздармыз, жоспарларымызда тәрбиеленіп келе жатқан осы оқушыларым қазір кезде. Өсе берсін. Енді жаңағы медиаға қайта оралайық. Сізде вокалдан дайындайтын ұстаз бар деп отырсыз, сол сияқты арнайы сіздердің осы фильм түсіріп жатсыз. Бірінші фильм емес, бұл қанша фильм түсіріп тастадыңыз, осы оқайын туындыларыңыз көп қой. Соның сценарийін жазатын арнайы маман бар ма, жоқ әлде белгілі драматургтарға, мамандарға жүгінесіздер ме? Енді барша қазаққа белгілі дүние ғой. Жалпы мына кино әлемінің шығармашылықтың қайнап жатқан көзі бұл біздің Алматы қаласы. Көп жағдайда барлық осы өнер майталмандары сол жерге шоғырланып қалған. Алматыда үлкен командам бар. Кино саласында ғана жұмыс жасап жатқан Олжас деген бауырымыз бар. Жаркенттің тумасы, Тараздың тумасы, Ардақ деген жігіттер бар. Сол кісілер жаза ма? Сол арнайы сценаристер. Олардың фильмотекасы өте үлкен. Оларға сіздер идеяны айтасыздар, ол кісілер қағазға түсіріп береді, сценарийді? Көп жағдайда идеяны, бірнеше идеялар болады, балалармен бірге жүргеннен кейін. Одан кейін балалардың характері, бойлары, дауыстары, фактура дейміз, осының барлығын мен жалпы ашып беремін. Ашып беремін, олар соларға байланысты сценарийін жасап береді. Одан кейін өзіміздің, мысалы, менің әлеуетім неге жетеді, қай жерде түсіргім келеді, мысалы, мектеп барлығы суретке түсіріп, толық материал беріп, олар соған байланысты сценарий жазып береді. Сценаристер бар. Түсірілім тобы да сол Алматыдан. Оқушылардың өздерінен сұрап кетейікші осы тұста. Нема сіздердің сабақтарыңызға бұндай жаңағы өнерде жүру кедергі келтірмей ма? Қай уақыттарыңызды басым бөлік сабаққа кете ме, жоқ әлде өнерге жұмсайсыздар ма? Енді болашақта осы салада өздеріңді көріп тұрғаннан кейін қалай болады? Ал Гүлнисаға бере қойшы. Біз ылғи да екі аламыз десе. Сабақ нашарлап кетті. Болмайды деді. Біз сабаққа да өнерге де бірге үлгеруге тырысамыз. Арасында проектіміз болады ғой, сол кезде хат жазып, білім басқармасынан сұранып аламыз. Жоқ, сол сабақтарыңа кедергі келтіріп қалмай ма? Сіз мысалы бір тақырыпта болмай қалсаңыз, келесі тақырыпта да жауап бере алмай қалса, экзаменде сол түсіп қалса, емтиханда сол тақырып сізге келсе деген сияқты ғой енді. Үйде бос уақытта оның барлығын оқып, дайындалып, орын толтырып аласыздар, иә? Орын толтырып. Мысалы 27-ші аттығыда не жазылған? Қандай тосына сұрақты қойып. Жақсы, мен енді Мәкеңе бір сұрақ қойайын деп отқам, өйткені бұл жетекші болу оңай емес, бұндай орталықты басқарып жүруде. Мен бұл кісіні танимын, бірақ Бақжұлдыз медиа орталығы қашан құрылды, қалай құрылды, және сіздің осы жерде тағы тоқтала кететін нәрсеңіз, мамандығыңызға да осыған қатысы бар ма, қайдан ойыңызға келді бұндай нәрсе құру?
жаңағы сағи танимын деп бастағаннан қорқып едім, негізі мамандығым түрде де осы деп ше. Оны танимын деген себеп енді осыдан 10 жыл бұрын, осыдан 10 жыл бұрын Талдырандағы жоғарғы политехникалық колледжде мен зам директор болып жұмыс жасаған кезде командамда сағи болған. Ол кезде мен техникалық бағытта жұмыс жасадым. Жүрмеген жер жоқ. Аппаратураны сындырып кеткен десем. Негізі мамандығым ақпараттық жүйелерді бітіргем. Техникалық осы медиа саласы, монтаждау, түсіру деген сияқты техникалық. Және содан ары қарай жасөспірімдер психологиясы, ұлттық психология деген сияқты педагогикалық бағытта білім алдым. Қосымша жетілдірдім. Магистр осы педагогика саласы бойынша. Жалпы негізі әлгі әудемейтін қазақ жоқ деген қазақта бір сөз бар ғой. Кішкентайымыздан қолымызға домбыра ұстап алып жаңағы шығармашылықтың төңірегінде өстік қой. Осының негізінде кейін бір ой туды. Мен сияқты сол кездегі позицияны ұстанып жүрген өте көп жігіттер де бар, қыздар да бар, директор да болады, колледжде де басқа салында басқарылады. Бірақ Талдыранға осы бір кино саласының, шығармашылық саласында бір үлкен бір орталық медиа керек-ау деген оймен 2017-18 жылдары мен Бақжұлдыздың идеясын жаздым, 10 жылдық идеясын жазып қойдым. Содан 10 жылға кетіп қалдым дейсіз ғой. 10 жылдық, жалпы енді жоспар негізі солай құралады компанияда. Одан кейін 2020 жылы қаңтарда мен толық білім саласынан кетіп, осыны қолға алдым. Өкінішке орай карантинде жабылып қалдық. Карантинде жабылдық та 2 жыл тоқтап отырдық, күтіп отырдық, идеялардың барлығы тұрды. 2022 жылдың қаңтарында қайтадан қолға алдық. Енді, осы тұста осы Бақ жұлдыз медианың жаңағы несімен тоқталайықшы, басты мақсаты не? Ең бірінші мақсаты? Осы 2022-де құрылды, 3 жылдың жүзі болды ғой? Міне 3 жылдан асып кетті ғой, бұла қарап тұрсаңыздар. Бізде жаңағы өзіңізде сөз қозғап қалдыңыз ғой, мысалы би бағыты деген сияқты, бізде көбі сұрайды, келеді ғой, балаларын алып келіп жатады деген сияқты. Бізде 2 бағыт қамтылған. 2 бағыт, оның біреуі вокал бағыты, әншілік, екіншісі кино саласы. Кино саласы. Екеуі біздің методикамыз кішкене басқалай, екеуі біріктіріліп жүреді. Сахна мәдениеті де, сахна тілі де, ән айту, текстпен жұмыс жасау, редактура, тағы сол сияқты дүниенің барлығы бір үйлеседі да. Біз әншілермен киноны ғана таңдап отырмыз. Негізгі бұл не үшін осы екеуі ғана деген дүниелі сұрақтар көп қойылады. Әлемдік шоу нарығында бірінші орында кино тұр. Әлемдік шоу нарығында бірінші орында кино тұр. Бұл бизнес деп қарайсыз ба, идеология деп қарайсыз ба? Қазіргі таңда. Қазіргі таңда. Одан кейін ән саласы. Мысалы, қазақтың ішіне бөліп алған кезде той бизнес, тағы деген сияқты ғой, мысалы. Би одан кейін барып біраз тұрған шығар, сондықтан біз тек қана осы екеуін біріктіретін дүниені идеяны қарастырдық. Сонда коммерциялық бағытта шыққан жоба ма? Коммерциялық бағытта шыққан жоба. Алдыңғы уақытта біз енді 2024 жылы Аула сақшылар деген фильмді мысалы Қазақстанның барлық кинотеатрларына шығардық, прокатқа шығарып үлгердік мысалы. Оның сериалы бар алдыңғы уақытта мысалы телеарналардан көрсетіледі. Жалпы негізгі идеясы киностудия, оның енді мүмкін дегенше балалар фильмін дамытсақ деген қазір осы оймен отырмыз ғой. Бізде аз ғой, дұрыс. Өкінішке орай Қазақстан бойынша бағытта бар, анандай бағытта бар. Балаларға арналған. Менің атым Қожадан кейін шынымен шықпай қалды ғой, көп кино жоқ қой, туынды. Менің атым Қожа, ол өзінің биігін, патологын дейміз ба, қазір қойып қойған. Соған жететін кино әлі шықпай жатыр. Ол рас мойындау керекпіз ғой. Енді біздің бәрін сұрап жатқанымыз, Мәке, мен сізді танығанмен ел танымайды, көрермен танымайды ғой. Сондықтан да біз 700 жылға толықтай танысың деп қамтып сұрап жатырмыз. Енді бағытын, мақсатын түсіндік жалпы бүгінгі осы медианың. Болашақта бұл медиаңыз үлкен жаңа жетістіктерге жетіп, өзінің кемеліне жеткен уақытта болашақтағы жоспарыңызда осы қазақ мультфильмі мен қазақ балалар киносына қосатын үлесі қандай болмақ, жоспарларыңызда бар ма? Мысалға мен қазақ мультфильмдерінің ішінде қазір Шымкент қаласында қателеспесем Сақ киностудиясы, Жебе Сақ қойдым қателеспесем. Сол екеуі үшін жаңағы біздің қазақтарға қазақи мультфильмдер түсініп жатыр. Жаңағы біздің тарихи нелеріміз, батырлар туралымызды. Сондайды қолға алып қазақ балалар киносын және қазақ мультфильмдеріне жалпы несі қандай көзқарасы? Жоспар өте үлкен мақсат қойып қойған болатынбыз осы жағында. Бүгінгі күні мен қазір осы балаларды жинап жатырмын ғой. Мысалы, кино саласы деп отырғанымызбен, бізде кино десе, бірден тек қана актер туралы әңгіме болады да. Негізгі кино саласының ар жағында
операторлық құрам керек, монтаждық өте мықты құрам керек, мысалы, дыбыстаушыларымыз бар, композиторлеріміз бар. Осы дүниелерді жабдықтайтын жоспар бар. Енді осының барлығы команда болған кезде, өздерінің заманауи технологиясын игерген кезде, жаңағы Сағи айтып отырған анимациялық керемет мультфильмдер, мысалы, батыстан келіп жатқанда өте бір сапалы дүниелер бар ғой, мысалы, солардың деңгейіне жеткізу, мен ойлаймын, осы болашақтағы осы жастардың, дәл осы балалардың еншісінде деп. Бірақ соған балаларды осы кішкентайынан бастап, мысалы, қазір 6, 7, 8 оқитын балалар осының барлығы. Осылар 2-3 жылдың ішінде бүкіл мына жобаның не екенін түсінсе, киноның не екенін түсінсе, сценариймен жұмыс жасап көрсе, сіздер баспалдақ секілді ғой, жол көрсетіп бересіздер. Бұларға нақты бір бағытты айқындап көрсетіп берсек, бұларға жеңіл болады бізден қарағанда. Сондықтан алдыңғы уақытта мен балаларды жіберіп, Қытаймен сөйлесіп қойдым, Түркиямен сөйлесіп қойдым, Россиямен сөйлесіп қойдым. Тәжірибе алмасуға. Тәжірибе алмасуға және балаларды оқытуға. 11-ді бітіргеннен кейін, мысалы, мен жоспарымда бар, енді мынау деп айтпай ақ қояйын, үшеуінен басқа да балалар бар. Осы сала бойынша. Дәл осы сала бойынша, мысалы, Самара деген бір үлкен жаңағы аниматор орталығы бар екен. Аниме бойынша Москвада. Түркияда бар екен, балаларды монтаждауға фэнтези бағыты бойынша даярлауға үйрететін 1 жыл 6 айдан бастап 3 жылға дейін. Қазіргі заманауи неме ғой? Технология ғой, барлық программа мысалы. Мен қателеспесем, Netflix Netflix-та мынандай не қойған екен. Біз көптеген киноларда танымал актерлар шақырады. Мықты, жаңағы жұлдыз жанып біткен актерлар шақырады. Олар не үшін? Ол көрермен жинау үшін, касса жинау үшін. Netflix мынандай өздеріне не қойған екен? Талап. Біз ел танымайтын мықты актерлар көп. Танымал емес. Мақсаты соларды шығару. Және солардың шығарған, сол танымайтын актерлар кинолар сапалы шығып жатыр. Мақсат актерға бола кино түсірмейміз дейді. Біз кино түсіреміз, актерлар шығатын дейді. Кеше мен анонсын көрбедім осы. Мен сұрайыншы, балалардың өзінен де сұрайын. Жалпы сіздер өздеріңіз осы орталықты таңдап келдіңіздер ме? Жоқ әлде сіздерді табуда, іздеуде ағайларың өздері тер төкті ма? Егер қорқытуға келсе, бүйтіңіздер қолдарыңыз. Бүйт жасайсыздар. Иә, зорлықпен, зомбылықпен келсе, бүйтіп жасап қойыңыздар маған. Көрсетіңіздер, мен техничный. Сіздер қалай таңдап, Бақ жұлдыздың бар екенін қайдан естіп келдіңіздер жалпы? Өте өнерлі сіздің балаларыңыз. Мен 3 фильмді де көрдім ғой. Керемет сомдаған, біздің кешегі түсіп жатқан айтып отқанына, бір үйдің баласындай фильмінде де өте керемет рөл сомдаған балалар. Мағынада өнерлеріңіз. Мен 2022 жылы карантин біткеннен кейін теледидардан Бақ жұлдыздың рекламасын көрдім. Соған қызығып, анам екеуміз келген болатынбыз. Содан бастап 3 жыл болды. Қазір 4-ші жылға кетіп бара жатыр. Көптеген жетістіктерге жеттім. Өзімді басқа жағынан да көріп. Сіз актриса саласына несіне бардыңыз, жаңағы үйірмесіне? Жайдарманға деп. 4 жыл деген бір университетті бітіретін уақыт қой, былай қарасаңыз, керемет. Негізі ол кезде жайдарман КВН болған. Сол кезге КВН-ға арналып келген болатын. Ал жігіттерден сол жігіттердің тілі шықпаған бәлі. Кәдімгі ауылдың қара баласы болған, енді асық ойнап доп теуіп жүрген адам болатын. Одан әкем осы жолды көрсетті, осыған бар, мен сені осы жерге апарамын деді. Бір күні үйге келіп өлең жатта деді. Мен негізі шынында не үшін екенін түсінбедім. Одан кейін ертесі осы ауылдан қалаға келдік. Қаладан осы продюсерімнің орталығына келіп, сол өлеңімді орындап кішкене кастингтен өткен болатын. Одан кейін алғашқы проектіне өткеннен кейін осы кісі өнерге жол көрсетті. Одан кейін осы қалаға көшіріп алып келді. Содан бері осы кісінің арасында актер. Иә, актерлік бағыт бойынша. Көркем сөз оқу шебері, вокал бәрі бар, сонда бір адамда. Бар, көп қатарлы құрылыдан үйреніп келе жатырмыз. Осы кісінің көрсетуі бойынша өнер саласында енді кішкене оқып біліп көріп жатырмыз. Көптеген жетістіктерге жеттік осы кісінің арқасында. Сізге қанша уақыт болды? Маған осы 1 жылдың шамасы болды. Керемет. Молодец. Енді атының өзі Мұқағали деп тегіннен тегін атамаса керекті. Негізі қалаға келген адам не өнерге барады, не дөнерге барады ғой. Мынандай бір қызығы бар, мына жерде. Қапалдың баласы ғой, Мұқағали. Мұқағали Қапалдың баласы. Париж геймнің кастинг жариялаймыз ғой. Алып кепті, көз бақырайып, көз бақырамайды ғой, бірақ қорқып тұр да, түрі жанындай қалай болады, қайдан келді, не болды деген сияқты. Аспадан түскен дей ма? Иә, сонымен қорқып, енді баланың ішінде не жатқанын білесің ғой, бір жарты сағат, 15 минут әңгімеден кейін. Сосын келді, дайындал деді, қаншама дайындық редактурадан өтті, сценарийдан өттік, әр жақтан келген балалар ғой, ауылдан келген
бәрі өтеді. Одан кейін проект біткеннен кейін біраз анализдер болады ғой, әр проект біткеннен кейін әр балаға жасалатын талдаулар. Сосын айттым әке-шешесіне, мамасы келді, мына бала Талдықорғанға көшіңіздер деймін ғой мен. Мына баланы Бақжұлдызға алып келу керексің. Өздері қапалда тұрып жатқан кісілер. Талдықорғанға қарай көшіп келеміз ба не дейді. Үйіміз жоқ дейді. Білмеймін деймін. Квартира ма, шаруам жоқ. Бірақ мына бала осында болсын дейді. Интернатқа беремеймін. Қалаған мектептеріңізге айтып беремін, орналастырып беремін, бірақ мына сентябрьден бастап қалаға көшіп келіңіздер деймін. Сонымен кетеді. Енді ойлаңыз, сіз 2-3 күнге емес, жалпы бірағынан қалаға көшіп келу деген ауылда отырған. Енді баланың болашағы үшін ата-ана не істемейді? Сонымен кино шықты, премьерасы өтті, көрді, бәрі ойдан өткізген болу керек. Бір күні келді. Біз мына осы қаладан жаңағы пәтер жалдадық. Міне балаңыз. Не істейсіз енді дейді. Болды, енді маған берсеңдер болды. Одан бері қарай бірқатар жетістіктер бар, балаң жақсы. Одан кейін мынау тек қана мысалы ән бағытымен қалыптасып келатқан балаларымыз бар, ішімізде. Одан кейін мына кино саласы деп жатырмыз ғой. Сол жерде Гүлсина бізде қаңтардан бері қарай продюсердің ассистенті болып қазір тәлімгерлікті өтіп жатыр. Өзі актриса, бірақ кішігірім жоба сондай жерлерде өзінің тапсырмасы болады. Жас та болса бас болып жүрсіз ғой, дәл солай жаңағы Мұқағалиға да қазір операторлықты біліп алшы деп жатырмын. Актерлықтан басқа. Менің атым Қожаны қайтадан түсіретін болсаңыз сұлтанға таптырмайтын. Табылмайтын рөл қараңызшы. Сәл шашын бері алып жесеңіздер. Қожа келіп қатырады екен ғой. Қожасы қасында ма? Иә, қожасы қасында екен. Ой болады ғой, киноға түсу керек деп ой болады. Потом TikTok көріп атам, артынан бір реклама шығады, Бақжұлдыз медиа Талдықорған қаласы деп. Қарашы, сұраған алдынан. Сосын барып ох деймін да, потом WhatsApp номері мында тұрады, сосын ағайға жазам, ағай қаншасы кабинет, сосын заң колледжі 2-4 кабинет, сосын сразу мамаға звондаймын. Маман ағам барақ срочно киноға түсу керек болып тұр деймін. Сосын ертегісін барып сол кастингке келді ғой? Иә, кастингке келіп, сол кастингтен өтіп солай. Қиын жолдардан аман келеміз, асыл заман, саған сенеміз, жарқын өмір, жақсы күндер, арнап сәлем береміз. Шерім қолпырды, барын берем деп, елім жасап ау, жатыр үйренбек. Ырысымыз тасып жатыр, алға бастық жеделдеп. Жайнап өмір, жұлдыз көгінде, тұрғиы жарқырап, көңіл көзді барып айтып, қиялыңды түгел тартып ап. Отан анадан қуат аламыз, алға жеңіспен біз барамыз. Бақта бол, сайрайды ұзақ, жайнайды кең даламыз. Жайнап өмір, жұлдыз көгінде, тұрғиы
Керемет. Орныңызға жайғасаңыз болады. Қазір вокал бөліміне Айсұлу өзіңе де сұрақ қояйық. Жалпы вокал бөліміне сіз өзіңіз іріктеп аласыз ба, жоқ әлде сіздерге арнайы осы балалар сияқты, Берекет сияқты, Мұқағали сияқты өздері іздеп келіп жатқандар бар ма? TikTokта, Instagramда нені іздесең, нені ойлайсың, сол шығып тұрады алдыңа. Сол сияқты ғой. Тартыс күші деген бар. Дұрыс нәрсе шығып қойды осы TikTоктан. Басқа нәрсе ойлап кететін бе көрсің сол? Сен дұрыс нәрсе сөйледің. Иә, бізге балалар өздері келеді, қызығушылық танытып вокалға. Біз дауыстарын тыңдап, сөйтіп көреміз, слухтарын тексереміз, олардың Қазір қанша шәкірт бар медиада? Біз негізі көп шәкірт тәрбиелемейміз біз. Көп шәкірт тәрбиелемейміз. Одан кейін бізде бас-аяқ қазір 30-тай ғана бала бар. Негізі үлкен медиамыз ғой, былай Талдықорған бойынша, Жетісу облысы бойынша. Бірақ көп балаларды ала бермейміз, өйткені сан бар жерде сапаның болуына үлкен қауіп бар ғой. Сондықтан шағын құраммен жұмыс жасағанды құп көреміз. Одан кейін курс дейміз ғой, курс деп айта берейікші, кастингпен аламыз. Қазір вокалға келсін, басқаға келсін, бәрібір. Жас шектеулі ме? Жас шектеулігі 8-10-нан жоғары қарай, жаңағы 16-17 жас, жалпы мектеп қатары ғой көп жағдайда. Ал енді одан үлкен ересек балалар, олар арнайы проектке келетін, білімі бар, тағы сол сияқты. Сондай, ал жалпы медианың көлемінде мектеп оқушылары көп жағдайда, мектеп оқушылары дайындалады ғой. Одан кіші актерлар керек болса іздеп тауып аламыз дейсіздер ғой? Иә, одан кіші актерлардың кастинг директорымыз бар, Ринат Вали деген Алматыда. Анау босана салған кішкентай бөпеден бастап 100-ге дейінгі адамның списогі бар ғой. Керек кезде тауып аласыз. Осы тұста енді мен кеше Аула сақшылары деген фильмдеріңізді көріп шықтым, туындыларыңызды. Енді бірақ бұл жерде отырған балаларды көре алмадым оның ішінен. Иә, сізден бөлек. Қазір көрейік үзінді, иә, кішкене көрермендер хабардар болсын. Көріне ма сіздерге? Аула несі дедіңіздер? Сақшылары. Аула сақшылары. Келесі айда мен сіздердің осы жердің ақшасын алмаймын. Шын айтасыз ба? Әрине. Қалай алам? Қалай сіздерден ақша алам? Керемет. Ауланы безендіріп жүрген, керемет жұмыс жасап жүргендерден, мынандай бүлдіршіндерден қайтып ақша алам? Айт. Орнына не сұрағың келіп тұр? Кішкентай ғана шартым бар. Ол не шарт? Оң жақтағы аула бар ғой, соны тура мынау жаңа аулада жасап берсеңдер, бол. Көріп отырмыз, енді барлығы да басқа да киноларда жүр ғой. Енді осы гонорарлар қанша болды десең, кім Бәріне қызық. продюсер кім, сіздерге кім жаңағы мұрындық болады, иә? Мысалы, ақша ғой осының бәрі түсірген. Кез келген адам алтын уақытын бөліп барып түсе салмайды ғой. Негізі Аула сақшыларының актерлік кастасы өте жоғары болды. Өте көп танымал жастар да болды. Кішкентай бүлдіршіндер жаңағы Расул, Аминка, Витаминка сияқты. Ана Мұстафа Нұрмұхамед деген бала бүкіл қазақ мультфильмдерін дубляждап жүрген балалар ғой. Кішкентай қатарлардың өзі, сол мысалы Гүлсина барлығы бір команда ойнады. Одан кейін қаншама жайдарманнан шығып жатқан бауырларымыз, інілеріміз ойнап жүр. Нұрболхандар бар, жаңағы Есқара бар. Демеуші Бақжұлдыз медиа өзі. Өзіңіз ғой? Иә, бас продюсермен бүкіл актерларды жаңағы Алматыдағы командамен жаңадан сол кезде біте қайнасып бір араласып жатқан кезіміз 2022 жылдың күзі болатын бұл. Барлығы шақырады, таныстырады, мынандай варианттар бар, ұсынып жатыр. Бірақ мына бір нәрсеге риза болдым да мен. Балалар фильмі дейді ғой енді. Қанша дегенмен қазақтың жігіттерінің жүрегінде анау бір балалармен бірге ойнау, балаларға деген бір поддержка деген сияқты дүниелер тұрады екен. Иә, тәрбиелік мәні бар туынды болғаннан кейін. Көбі келісе бермейтіндер де жақтар көп қой. Жаңағындай жерге келген кезде бір бауырмашылдық танытып, сондай бір жақсы дүниелер болды. Ал жалпы спонсор тікелей мен жалғыз өзім қаржыландырдым. Бюджет ол кезде шамамен 60 неше миллион болды екен. Бір сұрақ тоқтаңыз. Енді осы жерде бұл кинотеатрларға шықты ғой, иә, көрсетілді. Енді касса қанша жиналды, ақтады ма өзін? Жоқ, иә, өзін ақтады, бірақ әлгі анағындай бір үлкен касса түскен жоқ. Бір-екі кедергілерге
тап болдық бұл кезде, маркетингке байланысты. Ол кезде менің де көп опытым жоқ, енді мен дебютім ғой. Бұл жерде 2024 жылдың мамыр айында көрерменге шықты, жақсы баға алды, өте бір керемет бағаларға ие болдық. Бірақ мына бүкіл қазақ болып бір ет жүрегімізді елжіреткен оқиға болды былтыр. Су тасқыны басып бүкіл мына батыс жақтағы ағайын бауырларымыздың қиналған сәтінде мен бұл фильмді толығымен экранға қалдыра алмадым, срокпен тоқтатып тастадым. Біз осындай бір қиын сәттерде қалай тойлап жатамыз деген дүние болды. Бұл жерде енді бюджет әрине екінші орында болғаннан кейін осы жағынан кәсіп жинаған жоқпыз. Оны ашық айта салуға болады енді. Бұл фильмдерді, бұндай сапалы фильмдерді ұлттық арнаға, балапан арнасына ұсынып көрдіңіздер ме? Біз қазіргі кезде Жетісу Талдықорғанда түсірді ғой, мысалы. Жетісуда көрсетілді. Жетісуда көрсетіліп жатыр, қанша беріп қойдым, осы жерде түсірілгеннен кейін. Жетісу бұл жаңағы осы аймақтың ғана телеарнасы емес, бұл халықаралық республикалық арна. Бұның әлеуеті өте жақсы. Осы жерден бергеннің өзі мен үшін де жақсы бір мәртебе болды, мысалы. Осы жергілікті Жетісудың азаматы ретінде бұл менің осы телеарнаның рейтингіне қосқан үлесім деп шығар мүмкін. Бұл мен үшін қуанышты не болды. Одан кейін ел арна сұрады. Өздері сұрады? Иә, мен ел арнаға берген жоқпын. Ол кезде біз жаңағы бір пауза ұстау керек болды. Сондай бір жағдаймен тоқтап тұрды. Одан кейін мен Жетісуға бердім. Қазір Жібек жолы арнасында, Жібек жолының ішінде жоқ, балапан арнасында жоқ. Мына нелерде бар, платформаларда бар, бір қатар платформаларда бар, интернет магазин дейді ғой, жаңа фильмнің магазиндері, сол жерлерде бар. Тоқтап тұрдым дедіңіз ғой, бір еларнаға бермей. Сонда бір өзінің бір, оның да бір қағидасы бар ма? Тоқтап тұрғанда бір арғарай қаран көбет деген сияқты? Өздерінің бір мәдениеттері бар, одан кейін телеарнаға жіберу керек болды ма? Жоқ, жаңағы бұның сериалы бар ғой, осы фильмнің. Сериалын бірінші жіберсем ба, жоқ, полный метр жіберем ба, жоқ, YouTube арнама салып көрермен жинайын ба деген сондай бір анализдермен біраз пауза ұстап қалдық былтыр. Одан кейін жаздың күні біз август айында Панижгеймді түсірдік, оның дайындығы болды да, сол арада бір-екі кәдімгідей біз қарбаласпен осында тоқтатты, сосын қазан айынан бастап Жетісу арнасына бердік. Көрсетіліп отыр. Биыл осы күні кеше ғана бір ай болды ма, болған жоқ па, Жібек жолда. Жібек жолының халықаралық платформасы бар, Silkway City деген, ол жерде бірнеше тілге аударылады. Осы фильмнің үшеуінде алды ол кісілер. То есть ол корпорация Жібек жолы осы фильмнің үшеуінде алды. Алды деген сатып ала ма сонда сізден? Сізге гонорар төлене ма? Өйткені сізді қосымша басқа табысыңыз жоқ болса, енді 60 миллионды аспаннан келмейтін белгілі қойсаң, қоймайды деймін, ақшасын сұрап, ақшасын санағанға мәз болыңыз ғой. Жоқ, спонсорлар бар ғой, жоқ емес қой. Балаларыңыз бар, төңірегіңіз бар, қалыптасып жатқан. Бар. Сізде айтқыңыз келмейді екен. Дұрыс қой. Кейбір құпиялар. Қазір бағдарламадан жарты сағат шай ішіп отырып. Мынандай нәрсе бар, бұл айта кететін нәрсе, киноны бастасам екен, не істесем екен деп жүрген бауырларымыз жоқ емес қой, кинода жүргендер бар, өзімнің өткен нелерім ғой, жаңа жолдарымдан. Бүгінгі таңда мемлекет деңгейінде, мысалы, Айда Ғалымқызының бастаған қазір мәдениет министрлігі ұйымдастырумен, қолдаумен қазақ синема, қазақ фильмдерін, ұлттық фильмдерді түсіруге арналған кинофонд бар бізде. Осы кинофондқа керемет идеялар тұсынса, ол жерде өте көз қарақты қаншама адамдар отыр. Егер шынымен идея тамаша болса, олар қолдауға дайын. Биыл да біз сол жерге қатысып жатырмыз. Алғаш қатысуым менің. Жеңіс тілейміз, сәттілік. Жақсы бір нәтижесін көрсетіп кетіп жатса, алдыңғы уақытта тағы бір жаңалықпен келіп қалуымыз мүмкін. Негізі осындай бар. Тегінде өзіне жекешелендіріп кетті ғой киноның өзінде. Ол енді кімге қалай ғой, біреуге табыс көзі, біреуге шын мәнінде энергия киноға. Жалпы негізі киноның анонс жарнамасы деген бар ғой. Қазір көп киноның жарнамасы сұмдық. Жер жарады. Жер жарады. Сол жарнамаға бола, сол жарнаманың бастапқы кезінен ақшалар кассаны жинап алатын шығар деп ойлаймын кейде. Жарнаманы өлтіреді, бірақ кейде барып жатсаң, кино жарнамадағыдай болмай шығады. Ойлағандай болмайды. Енді мен ойлаймын, бұл сіздерде анонс жарнама қалай болып жатыр? Жалпы алдыңғы бұл кинода, енді өзіңіз айтқандай жаңағы, ондай бір не үлкен көп ешкім біле бермейтіндей тоқтатып тастады деп жатсыздар. Бұның алдындағы жарнамасы дұрыс емес болды ма? Жоқ, жарнамасы жаман болған жоқ. Негізінде жарнама жаман болды деп айта алмаймын.
маркетинг деген нәрсе бар ғой, нарықта маркетинг деген. Иә, маркетинг. Бір сиқырлы дүние бар. Ана өткенде бір жігіттер айтып отыр ғой, тиктокта бір видео салсам ешкім көрмейді, майтын бір ешкімге керексіз бір нәрсені салсам жаңа пәленбай мың просмотр болып кетті деп, ол кей кезде өзінің бір линиялары болады, бір көрермен жинап кетіп жатады да. Осы тұста маркетингта бізде әртүрлі нұсқаларды, варианттарды пайдаланамыз ғой. Жаңағы блогерлеріміз болсын, телеарналарымыз болсын, түрі бар, болмаса жаңағы атақ даңқы бар актерларды киноға не жындарда жаңағы маркетинг қонсын барлығы. Шыны керек, көп коммерциялық бағыттағы кинода оның кинодағы актерлық шеберлігінен гөрі көп жағдайда маркетингке кетіп жататындар да бар. Өйткені қазір нарық өзі сондай болып тұр. Иә, соған әкелді ғой. Алып келіп тұр соған. Сондықтан жаңағы өзің айтқандай Netflix-тің бұл жерде идеясы да кішкене ой салатын дүние. Мысалы, әрине Netflix-тің деңгейі деген сұмдық қой, ол жерде кімді әкеп ойнатсаң да ол танымал болуға дайын тұрған корпорация ғой, халықаралық мысалы. Сондықтан бренд қалыптасқан. Әр жерде әртүрлі жарнаманың форматы болады. Одан кейін негізінде балалар фильміне салған вложение коммерциялық бағытта қайтады деген дүниені ойдан алып тастау керек. Балалар фильміне сіз қаржыландырдыңыз ба, одан қайтарым қарым болады деген дүниені бастан алып тастау керек коммерциялық бағытта. Неге десеңіздер, кинотеатрға 5-ші, 4-ші сынып оқитын, 6-ші сынып оқитын балалар өз еріктерімен жаңағы сізбен сияқты тұрып, машинесіне отырып киноға қарай кетіп қала алмайды. Міндетті түрде ата-анасының, одан қалай берді мектебінің, жетекшілерінің зон ұйымдастыруымен сөйтіп барады. Ал енді қазір біздің баламыз киноға барғысы келіп те отырған шығар үйде, бірақ біз мысалы жұмыста жүрміз, уақыт таба бермейміз. Өстіп бұл жерде кассалық разгон жүрмейді ешқашан. Сондықтан балалар фильміне салдыңыз ба, қазақ киносына қосқан үлесім, болмаса жаңағы кино идеологияға қосқан үлесім, жасөспірімдерге жасап жатқан бір еңбегім болсын, кішкентайда болса бір жақсылығым болсын деген ниетпен қалу керек. Біз осылай істеп жатырмыз. Әрбір азаматтың, әрбір тұлғаның халыққа берер болу керек қой, болу керек. Өскелең ұрпаққа. Енді осы тұста жақсы біз актерлардың білдік, гонорар қайдан келіп жатқан, спонсорлардың бар екен, ол қандай жаңа жарнамамен келетінін, енді алда уақытта бізді шақырыңыз десең, әнші байқау. Жаңа бір неңіз сіздің қазір Турцияда байқауда ғой, вокал бойынша. Қазір Турцияға кетті, вокал бойынша. Бізде ол кісі ән айту керек болған. Бүгін Турцияға ұшып кетті. Халықаралық байқаудан Талдықорғанда өткен бірінші турында сертификат жеңіп алды, жолдама жеңіп алды. Турция қазір Анталия қаласында, Анкарада ма? Үлкен байқауға қатысып жатыр, Анталияда, халықаралық. Ол жерге мен 3 балам келді. Яғни сіздер вокалдан осындай халықаралық нелерге де байқауларға да жібересіздер. Мына жерде мынандай нәрсе бар, жаңағы әркімнің өзінің қабілетіне байланысты бір дүниелерге қоясың, мысалы. Кейбір конкурстар бар, республикалық дейміз ғой, аймақтық деген сияқты. Сол жерге жаңадан бір қолына енді микрофон алып, жаңадан қалыптасып кеткен балалар сонда жіберіп қоямыз. Ондай конкурстарға жаңағы сапалы ән айтып жүрген балалар жібермейміз. Соны күтіп жүреміз. Пәленбай компания бір ұйымдастырып қалатыны бар еді ғой деп, келесі жылы, оңар жыл деген сияқты. Соны қараймыз да, сондай сапалы жерлерге, сондай деңгейге келген балаларды қатыстырамыз. Олар қатысқан балалардың үшеуі қатысқан, үшеуі де бас жүлде алды. Бір баламыз ғана бірінші орын алды да, оның да жолдамасы болды, бірақ ол балалар жаңағы о жаққа барып келудің өзі үлкен қаражат қой, мысалы жолы бар деген сияқты. Соған байланысты. Медиа көтереді ғой? Жоқ, медиа көтермейді, медиа енді поддержка береді, шама жеткенше. Ата-аналар көтереді. Баланың дайындығы біздің ойымызда. Ең негізгі дүние ғой. Енді бәрінің ақшасы бар, барып келе береді. Сіздерде басты мақсат негізі кино саласы болғаннан кейін кино жаққа басымдық береді екенсіздер, негізі. Ән жағына да басымдық береміз. Енді жаңа күні кеше ғана қаржыландыру жағынан балалардың барлығының клиптарын түсіріп шығарып жатырмыз. Мысалы, бүгін ғана тұсауы кесіп жатырған 16 қыздың, бұл да фильм, мысалы, фильм жүйесінде жасалып шыққан клип, мысалы. Оғанға дейін Құралай деген кішкентай қызымыз бар, Құралай Құсайын. Графикалық форматта шықты, аула сақшыларының саундтрегін орындап шықты. Оның да клипі осы қазір Жетісуда көрсетіліп бастады. Әділбек деген ұлымыз бар. Ол баламыз
Паниш Гейм фильмінің саундтрегін орындап шықты. Ол да жаңа нөлден бастап жазылған авторлар. Мен осы тұста сізді бөліп, енді Айсұлуға бұрылғым кеп тұр. Айсұлу, жаңағы шетелге барып жатқан балалар, сіздің тәжірибеңіз 1 жыл шығар ары кетсе осы медиада, сіздің осындай тәжірибеңізбен сол балаларды сіз дайындап жатсыз ғой енді шетелге байқауға. Қалай жалпы былай? Балалардың бет алысы өнерге деген, әнге деген, жалпы вокалға деген, сіз маман ретінде не дейсіз? Балалардың өнерге деген талпынысы жақсы. Дайындық барысы күнде өтті. Күн сайын өтті. Балалар қалма келді сабаққа, дайындыққа қызығушылық танытып. Енді жақсы орын алып келді дейміз. Жақсы. Бізде уақыт таяқ қапты. Енді сізден жоспардың, алдағы жоспарды айтыңыз, мақсатты айтыңыз, сонымен ойынға шығамыз. Алдағы жоспар жаңағы барлығымыз тақымымызды қысып отырған сол 3 баламыз жақсы бір дүниелер алып келсе деген дүние бар. Егер енді олардың ешқайсысын айтқан жоқпыз, ата-аналарына айтқан жоқпыз. Жақсы нәтижемен келсе, шамамыз жеткенше бір клип түсіретін жоспарда бар. Ән бағытын жаңағы қолда оларды дәріптеу деген сияқты. Олардың 11-ші сынып бітіргенге дейінгі жоспарлар бар алгоритм жаңағы. Денсаулығына байланысты, фактурасына байланысты, тағысын тағы. Одан кейін биыл енді балалар фильмі бар. Бір толық метр, 1 сағаттан сәл асатын бір фильм бар. Осы аула бір үйдің баласындай фильмнің 2-ші сезонына қарай сәл-пәл келіп қалуы мүмкін болып тұр. Бірақ енді мына идея жағынан соған келетін болса, соны түсіреміз. Локациямызда қарастырып қойып жатырмыз, шамамен жазғы лагерлерге кішкене бұрмаласақ па деген ойымыз бар. Одан кейін толық метрлі фильмге сентябрь айында түсірілімге дайындалып жатырмыз. Өте үлкен дайындық. Ол енді +16 мелодрама, комедия. Бұны алдыңғы уақытта амандық болса түсірілімді дұрыстап реттеп дайындасақ, келесі жылдың қаңтар-ақпан айларында кинотеатрға шығаратын жоспарда. Яғни осы жыл шығармашылық жұмыстар көп дейсіз ғой? Енді алдағы сезондарда Мыстан кемпір мен Томпақ шал туралы кино түсірсеңіздер, біз шақырыңыздар. Неге жақсы рөлдер айтпайсың? Қазір данный момент Мыстан кемпір Томпақ шал деп, Қаңбақ шалға келмей тұрмын мен. Шалмай келесіз. Иә, Томпақ шалға келіп тұрмын ғой соны. Жақсы, ал балалар, бізде ойын бар. Ортаға шығайық. Балапан арнасына. Ал балалар, не істеймін? Балапан арнасына. Берекесін алып. Рахмет. Кеттік, маған қараңыз, 2 команда 3-3-ке бөліндік, Қазір мен бір сан айтам, сіздер тез соның шешімін аяқтан тауып қолдарыңызға аласыздар, Кеттік. Негізі, сіз мына тұрыңыз керек. Бір қыз 2 ұл, бір ұл 2 қыз болып. Жарайды, мен 2 күн келген жоқ. Кеттік. Ал, 9. Алу керек, қыздар. Так, 1. Қаны бір? 5. Ей, оқисыңдар ма точно? Мені қойшы жарайды. 10. Ойнаймыз. Сіз не отырсыз? Біз осылар туған не үшін қуандық? Так, сіз аспанға қараңыздаршы, аспанға. Аспанға емес, маған дегенде ауысып тұрайық. Ауысып тұршы. Мына жерде балалар ойнайтын ойын болып тұр, енді сіздер ең кімек қойыңыздар, Мына егейсек, жаңа петлика сияқты ойын деп тұрық біз. 6. 1. Жоқ қой. Жоқ. 8. Ей, сен қоя қой, сәлем. 2. Алда, 2 қой. Ал, жүмінді. Төңкеріп қойайын ба деп па? 4. Болды, аны қалды ғой. Қанша осы сізде қолыңызға? Мынаны утешительный сендерге. 3 бағытыңыз. 4, 5, 6. Қыздар қай жерде болса да өздерінің мықты екенін дәлелдейді. Жігіттерден көп үйретіп қойғанбыз, бүйтіп ұзын жолдың ішке Жоқ, өте керемет. Сіздерге көп рахмет. Негізі, әдемі қыздарды бас істемейтін жігіттер асырайды негізі. Так что біз деп мынандай өзіңді мақтанамайтын болсаң не істейсің деген қалды. Жақсы, мен енді көптеген тілек айтқым келеді, бірақ соның ішінде сіздің бүгінгі Жетісу медиа орталығына үлкен табыстар тілегіміз келеді. Шынымен де сапалы жобаларыңыз көп болсын, фильмдеріңіз көп болсын. Осындай жаңағы болашағынан үлкен үміт күттіретін азамат-азаматшаларды тәрбиелей беріңіздер. Сіздің аттыңызды осы кісілер ғой шығаратын.
дәл осы. Иә, Иә. жетісу медиаға зор табыс тілейміз. Иә, біздің қазақ кино саласына жалпы осы жетісудан шыққан үлкен туындыларды дайындай беріңіз. Біз жетісудың балалары, жетісудың продюсері, жетісудың азаматы деп үлкен мақтанып жүретіндей деңгейге жетейік, иә? Көп рахмет. Осы қазақ кино индустриясында алтын әріппен жазылатын Шәкен Аймановтың жолын берсін деп Иә. айтайыншы сізге. Алтын әріппен жазылсын аттарыңыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Жексенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар. Иә, әттеген ай деген сәттеріңізден шіркін ай деген сәттеріңіз көп болсын. Амандықта жүздесейік.